Сәлем Алтынай, не істеп отырсың? Сәлем, әжемнің білезігін әлі таппадым. Сол кезде мен айтқан тыңдағандарында осылай болмас еді. Сен үндемеші. Иә, дұрыс айтасың. Асылзат, білезікті етірек таппасам болмайды. Әжем бір тойға бару керек екен. Содан қайта іздеп жатыр. Саған қалай көмек берсем екен? Тағы да кітапханаға оралып алмыз керек. Алтынай өзі ала алмай жүрсе, біз қалай кіріп аламыз? Соны айтсайшы, қыздар біз сол кітапханаға барамыз, бірақ өзіміз емес. Енді кіммен? Қазір көресің. Сәлем, Аяла. Сәлем. Аяла, бізбен бір жерге барғың келе ма? Мысалы, Тастанды кітапханаға. Иә. Қаласам бізбен бірге жүр. Не үшін? Онда бағалым. Онда бір қызық бар, соны көруге. Жарайды, жүріңдер. Тоқылдатпай кіре берейік те. Жаңа ғана апа келді емес пе? Оның құлағы естімейді, кіре берейік. Жарайды, кіре берейік. Аяла, мына жақта оп, мына бөлмеге кіріп көресің ба? Не үшін? Білмейміз, жай көргің келсе көрсей. Жарайды, кіріп көрейін. Аяла, уайымдама. Не істеп тұрсыңдар мұнда? Кәне, көздеріңді жоғалтыңдар бұл жерден. Жай кітапхананы көрге келіп едік. Міне, қайтып бара жатырмыз. Жүріңдер, қыздар. Кеттік. Кітапханаға өзіміз барып көрейік. Мен бармаймын, өзің бара бер. Не болды сонша күн барып? Енді бармаймын дегенің не? Онда барғаннан несеміз, бәрібір оған күшіміз жетпейді ғой. Қорқақсың ғой сен, қорқақ. Адам үндемейді деп намысыма тие берме. Намысың болса, достарың үшін, жақындарың үшін күресуің керек. Түсінің ба, барасың. Тағы қайда барасыңдар? Тастанды кітапханаға сен де барасың. Өйткені сол құпияны сен де білесің. Біз барғаннан не істейміз? Қолымыздан ештеңе келмейді ғой. Келеді, бізге бәрібір ешкім сенбейді және көмектеспейді. Сол үшін өзіміз күресуіміз керек. Барасыңдар екеуіңде. Түсініңдер ма? Қорқақтар. Бәсе, олардың қайта барғыштап жүргендер осы екен ғой. Онда тағы бағалы заттар бар болған ма? Мынау білезік ерекше әдемі екен. Алтынай, тағы да сонда барамыз ба? Өзіміз бе? Енді кіммен? Қойшы, ол бара ма? Бармаса ше? Жарайды, күндіріп көр.
Асылзат маған сирет алып бер. Әрі баршы. Өтінем, сирет алып бер. Қолым бос емес. Өтініш. Жоқ. Асылзат маған көліктің сиретін салып бер. Әкел. Көлік жүрмей жатыр ғой. Жүргізушіні салмаппын ғой. Міне жүргізуші. Мә. Енді неге жүрмей жатыр? Ой, жол салуды ұмытыппын ғой. Мә. Енді неге жүрмей жатыр? Көлік бұзылып қалыпты. Енді жөндесей. Қазір. Міне жөнделіп жатыр. Міне. Көлік неге жүрмейді? Мен қайдан білейін? Ал мен білем, не үшін көлік жүрмей қалғанын. Ал не үшін? Өйткені ол сирет қой. Сиретте көлік қалай жүрсін? Ай, Көркем! Не болды, қызым? Не айтқың келді? Бірдеңе айтқым келген қайдан білдіңіз? Енді көрініп тұр ғой. Сонда мен бетімде жазылып тұр ма? Енді адам сезеді ғой өзі. Ал айта ғой, не айтайын дедің? Әже, анау кітапханадағы апа бар емес пе? Я, Сол апаның хәлін біліп қайтсақ қайтеді? не үшін? Жай, сол апа ауырып қалған сияқты. Әй қызым, сен оны кеше ғана адам емес деп жатыр едің ғой. Енді жаның аши қалғаны қалай болды? Кеше апа ауырып тұрған екен ғой. Соны түсінбеппін, хәлін біліп келекте. Енді мынауың дұрыс алтыным. Жарайды, барсақ барайық. Онда мен құрбым Асылзат, Көркемдерді ертіп барам. Не үшін? Қош, олар керек жоқ. Өтінемін әже, олар бізбен барсыншы. Енді біз өзіміз онсыз да бара жатырмыз ғой. Енді бөтен адамдарды тағы да ертіп барсақ, ұят емес пе? Әже, біз сол апаны кеше ренжітіп қойдық. Сол ападан кешірім сұрауға құрбыларыңмен барайықшы. Құрбыларыңмен бе? Жарайды, барайық. Рахмет әже. Тынаш. Ал қанеки іске кірсейік. Екеуің гаджеттерімді мықтап ұстап отырыңдар. Сіріңкеңді жақ. Маған сәттілік тілеп қойыңдар. Ал түсіріңдер. Кім болсаң да шық, жүзіңді көрсет біздерге. Қайдан келсең, сонда кет. Шық бері. Кет өз мекеніңе. Бұл не? Ашық есік па сендерге? Не істеп жүрсіңдер, Біз сізбен танысуға келдік. Танысыңдар ма? Енді кетіңдер. Тағы бір көрсем. Аямаймын сендерді. Енді телефон не істейміз? Ей, Айару, тоқта. Мынаны өзім киіп жүрсем бекен? Жоқ әлде сатсам бекен? Өте көне таптырмас зат қой мынау. Осылай қалдыра салсам бекен?
егер сатсам көп ақша болады. Демек ақшалы болам. Жоқ, өзіме қалдыра тұрайын. Супер жеті, мықтылардан мықтымын. Супер жеті, темірден де қаттымын. Супер жеті, сенен маған осы қала. Супер жеті, себебім мен супер бала. Супер жеті, мықты